Сәлем оқушылар. Бүгін біз география пәнінен кезекті сұрақты алатын боламыз. Бұл жерде Тұран физикалық-географиялық ауданында орналасқан қорықтарды белгілеуіміз керек. Тұран бізде міне мынау 3 санымен белгіленіп тұр. Не көріп тұрсаңыздар, осы бір аймақта біз Тұран физикалық-географиялық аймағы деп атайды екенбіз. Немен қызылмен асықпай сызып шығамын. Осы жерде біз Тұран деп атаймыз. Жалпы мысалы мына жерді қарайтын болсаңыздар, бізде 9 физикалық географиялық аудандастыру бар. Бұл жердегі бір санмен көрсетіліп тұрған бұл шығыс Еуропа жазығы, екіншісі солтүстік қазақ жазығы, үшіншісі Тұран жазығы, төртіншісі Орал немесе Мұғалжар, бесіншісі Сарыарқа, алтыншысы бізде мына жерде Алтай, жетіншісі Сауыр Тарбағатай, сегізіншісі мына жерде Жетісу Алатауы, тоғызыншысы бізде Тянь-Шань болып табылады екен. Тянь-Шань бізде физикалық географиялық ауданы. Соның ішінде осы үшке кіретін бізде қорықтарды белгілеу керек. Жалпы Қазақстанда 10 ерекше қорғалатын аймақ, яғни қорық бар. Қорық деген бұл сол жердегі флора мен фаунаны сақтау үшін ашылған арнайы бір аймақ болып табылады. Бұл жерге ешқандай бөтен адамдарды, жалпы адамдарды кіргізбейді. Бұл жерде қызыл кітапқа енген бізде өсімдіктер мен жануарлар сақтау алаңы болып табылады екен. Енді біз әрине дұрыс жауабы барса келмеспен түстірт болады. Бізде жалпы географияда, егер сіздер байқасаңыздар, нақты сөздермен бізде кітапта берілмейді. Оны сіздер логикалық түрде өздеріңіз орындарын белгілеп, картамен белгілеп, яғни картамен сөзді сәйкестендіріп табуларыңыз керек. Бізде 9 сынып Алматы кітаптың 2 бөлімінің 20 бетін ашатын болсаңыздар, дәл осы 10 қорық туралы айтылған болатын. Біріншісі үстірт қорығы. Үстірт қорығы өзі айтылып тұр. Тұран ойпатында орналасқан. Тұран ойпаты осы үшінші Тұран физикалық географиялық ауданына кіреді. Ол дұрыс. Ал енді Барсакелмес қорығы бізде Арал маңында орналасқан дейді. Арал маңы, Арал деген қай жақ? Арал деген мынау міне тартылып бара жатқан көріп тұрсыздар. Осының аймағында орналасқан, яғни Барсакелмес бізде осы аймақтарда орналасқан. Сәйкесінше бұл қай жерге кіреді? Бұл бізде дәл осы Тұран физикалық географиялық ауданына кіреді. Сол себепті үшінші Тұран ойпатында Барсакелмес пен Үстірт қорығы бар екен. Яғни келесі жолы да осындай сұрақтар, картамен сұрақтар келетін болса, міндетті түрде кітапта берілген аймақтар мен картада берілген аймақты сәйкестендіріп отырып сұрақты талдағандарыңыз дұрыс болады.